Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен бір зат бөліскім келіп тұр. Абысыным маған жаңа жылға не сыйлады екен? Білесіңдер ма, маған мынандай керек затым сыйлады ғой кухняға. Сен блинны жеген затты жақсы пісіресің деп осындай блинница пісір маған сыйға тартты ғой. Мен сендерге мақтанып кетсем ба, я, осылай. Оны мен блинчик пісірмейтін болсам, мен болмадым деп, сонымен бүгін блинчик пісірдім. Одан кейін күйеуіме айттым, тоқтап тұр, мына жаңа сковородкам келді, если что, берегес дедім да, сонымен күлдіріп блинчигімді бастап кеттім. Блинчигіме мен 4 жұмыртқа қосамын. Жұмыртқалар майда болғандықтан 4-еу қостым. Атак үлкендеу болса 3-еу қосамын достар. Сонымен осындай қып-қызыл кружкамен 1,5 кружка су құйдым, 1,5 кружка сүт құйдым. Сонымен мынандай 2 ас қасық май құйдым, сұйық май, 1 қасық тұз, 2 қасық қант, 3 қасық салсаңыздар да болады. Кішкене жарты қасық осындай пищевой сода салдым достар. Осы кішкене салсаңыздар соданың дәмі шықпайды да, білінбейді да, осылай азғантай қосу керек. Неге десеңіздер, блинчиктардың түрлері араның ұясындай әдемі болып шығады. Бүгін позитивті блинчик пісіреміз достар. Мынандай кружка не алып едім, ұнды. Сонымен бәрі кетті достар. Осы кружка біткенше бәрін құйдым. Мен бәрін білесіңдер ғой, наглас істеп кетем бәрін. Сонымен мына біздің смесіміз сұйықтау болу керек достар. Қойып тастамаңыздар. Сұйықтау болса, жұп-жұқа болып блинчиктерің әдемі болып шығады. Онды жақсылап сағырып, ситадан өткізіп, осылай миксермен жақсылап миксерлейміз. Ал менің смесім дайын, көрдіңіздер ма достар, сұйықтау осындай болу керек видеодағыдай. Сонымен күшті болды. Енді мен новый блинницамды қойып, пісіруге дайын, тарелкамда дайын. Сонымен жұқалатып, әдемілеп осылай пісіреміз. Неге дейін білмеймін, осындай блинчиктерді құятын болсам, үлкен тесіктері болып қалады. Сендер солай ма достар, жазып кетіңдерші комментарийға. Кімде де менікіндей осылай үлкен тесіктер обязательно блинчиктерімде болып шығады. Ал мен білесіңдер ғой, тыныш тұрмайын, осы блинчигім арты жағынан қарап тұрғанша билеп аламын, аузыма бір зат салып жеп аламын, жүрек жалғап аламын. Сонымен әдемілеп, настроениямды позитивті қылып көтеріліп, осы блинчигімді күшті қып пісіріп алдым достар. Балдарыма ұнады. Менің балдарым сгущенкамен жегенді жақсы көреді. Сендерді кіші солай ма? Арасында бұзылып кеткен блинчиктер де болды. Оны аламда өзім жеп алам, я болмаса балдарыма беремін. Мен білесіңдер ғой, музыка қоймасам білмеймін, бір зат пісіре алмайым, бір зат істей алмайым. Сонымен билеп кеттім, қуып кеттім, мен мына жерден шаршап кеттім. Білем, блинчик деген алдында тұру керек қой қарап. Бір жаққа кетіп қалсаң, бір зат істеп кетсең болды, күйіп кетеді. Сонымен не істеймін? Қасында тұрып, блинчигіме қарап биледім осылай достар. Осы қасында тұрып, қарнымды ашып кетті. Сонымен алдым да, ана бір салатым бар еді, любимый цветной капустамен, сонымен блинчикті араластырып жеген күшті дәмді екен достар. Бұзылып кеткен блинчиктерімді аузыма салып чақ жеп алдым. Күшті прям. Обжора десең, обжора болдым мына жерде мен. Ештеңе жемей қарнымды ашып, осы қазанда жеп тойып алам. Мен достар бір зат пісіретін болсам, отырып тамақ жемеймін. Сонымен достар, әдемілеп күшті ажурный блинчиктарым әдемі пісті. Сендерге мынандай қылып күштілік видеоға түсірдім ғой достар. Ұнады ма сендерге? Мен тек блинчик пісірмедім достар.
мынандай затты пісірдім. Балдарыма пицца да пісіріп кеттім. Бүгін пысықтығым ұстап қайтадан әдемілеп онда видеоға түсірдім достар. Сіздерге тырыстым. Соның үшін ұнаса сіздер лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап, жазуды ұмытпаңыздаршы, пожалуйста, өтініш. Комментарийді обязательно мен оқимын, күтемін достар. Сол үшін комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ал достар, ас болсын маған. Көк шайымды құйдым да, көк шай ішкенді қатты жақсы көрем. Сонымен пиццаның да дәмін көрейінші дедім да, жоп-жұқа қылып жайдым да. Балам да ана жақта бір зат жеп жатыр маған. Пиццамды да дәмін көрдім. Пиццам күшті болып пісіпті, жұп-жұқа болып. Сонымен оның алдында жүрек жалғап алдым. Ал достар, пока-пока. Бәріңізге сәттілік, өміріңіз позитивті болсын. Бір не істесеңіз де барлығыңыз осы позитивті, өмірі күлкілі, осылай өміріңіз өтсін. Ешқашан мұңаймаңыздар. Пока-пока, люблю.